Сәлем достар, бүгін сіздерге ең оңай хит салатын жасалу жолын көрсететін боламын. Дастарханыңызға ерекше сәндік береді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Егер канал ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі лаваш, яғни лаваштың мен қалдықтарын пайдаландым, үйде тұрған лавашты пайдаландым. Кез келген лавашты алып жасап беруіңізге болады. Видеода көрсетілгенде үш бұрыштап кесеміз және де стакан сияқты айналдырамыз. Видеода көрсетілгенде үш бұрыштап жасап болғаннан кейін осылай тіс шұқығышпен осылай қадап қоямыз. Ең маңызды жайт тіс шұқығышты содан кейін піскеннен кейін міндетті түрде алып тастаңыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қанша штук керек болады, сонша жасайсыздар. Менің де қазір 5-6 штук шықты. Дәл видеодағыдай жасап болғаннан кейін үстіне майонезді жағып шығамыз. Дайын болған лаваштарды қызып тұрған пеште 200 градуста 5-10 минут қыздырып аламыз. Яғни лаваштардың беттері, қызарып шығуы керек. Достар, майонезді жағып болғаннан кейін үстіне күнжітті себуді ұмытпаңыздар. Мен қара түсін пайдаландым, ағын да пайдалана беруге болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша.
Достар, мінекей жеп көрсететін боламын. Қараңыздар, мінекей дәмі қалай екен. Хрустящий прям.